Ассалаумағалейкум, қалайсыздар көкбұлақ арнасының көрермендері. Бүгін 21 желтоқсан, таңертеңгі сағат 9 болды. Қойларды шығарып жатырмыз. Қораның іші бұл шендеген өткендегі жаңбыр мұз қайтайды. Қойлардың үсті таза сияқты. Кешеде қой жайғамағанбыз. Кеше күндіз +1 +2 болып тұрды. Кішкене жіпсіп тұрды. Сосын қой жайған қораның іші қатсыншы деп күбірлеп алып, қатқасын күбірлей береді ғой, бетін өжелеп. Қораның іші деген бұлшық кетсе, қойдың үсті мүлдіреді. Біріншіден, екіншіден беттеуіне де себепші бар осы. Қойлардың ішінен де бірен-саран қоздап жатқан қойлар бар. Қазір оларды көрсетемін сіздерге. Басқа аманшылық, аманбыз ауылда. Күнделікті тіршілік. Білесіздер, мал ауылдың шаруасы таусылмайды. Bir шаруа бітсе екінші шығып, солай жасала береді. Қойлардың күйі өткендегіден сәл төмендеді. Қыс айы болғандықтан кейін күйлері бәрібір де түседі. Жайылатын уақыттарда қазір азайып кетті ғой. Мысалы жазды күндері 14-15-16 сағат өрісте болатын болса, қазір 10 сағатқа да жетпейді. Себебі күн өте қысқа. 9-да шықты, 6-да күн батып кетеді. 6-дан кете қамалына қораға қайттан осы жерге. Ешіктер артында жүрген. Міне қораның іші. Мына жерге су жиналған. Осы өрбеті ой қораның. Мына қой көбінесе мына жоғары жағын жатады. Мына жерсі дөң, мына қораның жоғары жағы. Сосын мына жағына тордың ішіне кіріп жатады. Ар жағда кішкентай аулағы. Оның іші құрғағымен тұр. Ол жерде көп су не жиналмайтын жер. Есін кеше осыға ашып қойғам, кешке дейін. Кішкене жел қақсыншы деп. Жел қағуына жақсы. Күн жылы бізде осы 3-4 күннен бері. Ауа температурасы күндіз +1 +2, кей күндері +3-ге дейін. Түнде тек су қатар қатпас болып тұр. -2 градустан төмен қайтып тұрған жоқ сияқты. Кеше түнде қар қиқалақтаған кішкене. Мен арты ашылып кетті. Бірақ күн көріп тұрғаныңыздай бұлтты, аспан ала бұлтты. Осылай тұрғанына 3-4 күн болды, өзгеріссіз тұр. Түс мезгілінде жел көтеріледі, кешке басылады. Осындай ауа райы болып тұр. Қойдың көзіне ақ түскен сияқты алып болу керек екен. Басқа облыстарда бола ма сондай қойдың көзі ағарып кететін, ақ түсетін? Бізде сондай жиі болады. Жиі болғанда осы көбінесе көктемде, қыста, жазда көп болмайды. Көктемде көбейіп кетеді. Оның өзінің арнайы дәрісі бар, көзіне таныса кетіп қалады. Көзіне шөптен болады, көзіне шөп көп кете ма? Көзге келген жарақаттан болатын сияқты. Қазір қошқарлар мен бордақ қойларды көрсетейін. Қошқарларды өткенде түсіре алмадық қой, ана жабық қораның ішіне тіпті қараңғы болды. Қазір қайтып дұрыстап түсіріп жіберейін. Міне қошқарлар. Қошқарлардың күйлері өте арық. Бұйырса, кем дегенде 3 ай жемделінеді. Күйіне қарай ғой. Екі үлкен қошқар тез семіреді шығар, себебі жасы үлкен қой тез семіреді. Бұларда осы бір демалыс бұрын айырғанбыз. 8-9 күн бұрын ба. Жемді басында көп беріп, күпті олайын дедім ма, қазір жемнен кішкене қайтып қалып тұр. Жемнің өте азғантай қылып азайтып тастадық.
Бұлардың барлығы да бұйырса бордақланып сатылып кететін қошқарлар. Күйлері міне көріп тұрғаныңыздар. Қазір жеңберін тауысыпты. Алдың күні өңкей шөппен қойып қойдық. Жемнен мүлде қайтып қаласын. Бірақ кешеден бастап қайтадан жекпей жатыр. Басында өзіміз көп беріп алдық кішкене. Ештеңе етпейді кетеді ау ертсе. Мына жемін тосып қойыпты. Мынау міне кешке бейістерде қораға келгенбіз. Қойдың ішіне тойын деп жатқасын. Бізде қағанаған жарты жоқ еді. Сосын қораға келіп тұрып қойғанбыз. Жарты сағаттан кейін келіп қарасам, әлі тумаған екен. Сосын қосын суырып алдым. Суырып алып қасына жалата қойып беремін. Оншақ мүйіттай есі кетіп қол жарты жалаған жоқ. Содан кейін барып жалады. Сосын жауық қораға салып тастап таңертең шығардық. Таңертең шығарсақ қосын тойдырып қойыпты. Осы сүтке той болып. Сақа қой ол қосын алып келеді ғой дедік. Солай тастаған болатынбыз. Осындай. Сосын тағы да бір екі қой тойды. Біреу әне шетте жүр екен қызыл қой. Қарала қосыр. Ол асау қой енді кішкене. Адамнан қаттырып кетті. Сосын тағы да бір қой тұтты. Осының ішінде болу керек қазір. Әне бурлы қой ғой. Әне қызыл қыз. Қызыл қызына маңырап тұрған бурлы қойдың осы. Сосын бұның ішіне бір тағы да екі қой салдық, күйлері төмендеген. Біреу мына қой міне. Қойдың ішінде күй арық бұл жүргесін. Сосын екінші мына көк қой. Бұларды бұйыртса, бордақлап күйлер жақсарғаннан кейін қайтадан қойға қосып жібереміз. Қазір кішкене күй жинап алсыншы деп. Осылай қазір бір 10 шақты қой туып тұр, оның ішінде екеуі егіз. Мына қозылардың барлықтары жалпы еркектері көктемде сатылып кетеді, ұрғашылары малтыққа қала береді. Мына ешкілер, текелер де осында қосып қойдық. Бұлар ешкілер түгел сатылып кетеді бұйыртса. Осында шөп солаймен тұр. Бұл шөпке тиген жоқ, өткенде малға шөп шашқанда бұрынғы шөптерден шаштық, қораның ішінде қалған. Мысық кептер аңдып жүр. Осындай қазір шөптерінде жеп тастапты, әлі жеп жатыр. Мына жерге түсіп қалған шөптерде барлығын теріп қайтадан жиып қояды. Біздер көп шөп қалмайды, ішінде себебі шөпті азғантай саламыз. Сондықтан дымқылдамай теріп жиып қояды. Қойлар жайлап өрістеріне қарата кетіп бара жатыр. Өткенде бір бауырым сұраған болатын, бауырым түйелер сырсып. Түйелер жалпы алдың күні жинағанбыз. Ауылдың сыртына бір 20-25 шақырым жерге кетіп қалған екен ұзап. Біреу өніп басқа түйелермен кеткен. Бәрін жинап аула қамағанбыз. Омен күн сол күн айқай жегіліп кетті, видео түсіруге мүмкіндік болмады. Өтсе енді келесі видеода түсірерім. Түйелер тағы бір жинағанда. Түйелер жалпы бір айына бір 2 айда бір жинаймыз ғой. Шашылып бөлініп кетпесе. Бұлай сыртынан тегендеп қораға қалмай. Сыртынан тегендеп тастай береміз. Бордақылар жаққа қарата келдім. Бордақылар да өткенде қорада тұр.
Жалпы көп көрермендер осы бордақны түсірмей кетсем қызыл сиыр қайда деп сұрайды көбісі. Қызыл сиыр бар. Қызыл сиыр әлі бордақланып жатыр. Бұл жалпы дайын. Бұйыртса келесі аптада тапсырылып кетеді. Күйі өте керемет. Таңертең жемді асыған зажит. Кешке бір шелек үйіп береміз, бидайын көбірек қылып. Осындай астығын төңкеріп жүрік. Таңертең жем тауысқаннан кейін. Әйтпесе жаңа торғай кептелер ішін бүлдіріп тастайды. Сосы күндіз осылай азантай шөп салып қоямыз, кешке дейін осын жүк суын ішіп тұрады. Бұл тапсырылады. Бұның қасына ана жақтан көрсетіп жіберейін. Бір жабағы кететін болды, екеуі бірге кетеді. Оның қасына мына сұр жабағы, биіктеу сұр жабағы. Мынаулар ана ар жағындағы сұр, екеуінің қайсысы ірілеу, ар жағындағы биіктеу кететін шығар. Сиырмен бірге тапсырылып кетеді, екеуі бұйырса келесі аптада. Олардың да салмақтарын барлығын келесі видеода тапсырылғаннан кейін айтатын боламын. Қаншадан кетті, қалай кетті деген сияқты. Сосын өткенде мұз күні бөлінген ау деймін. Жылғыдан алаш тор дейтін үйір болатын. Содан бір жабағы бөлініп қалыпты. Көршілер хабар айтып, сақау шыққан екен. Қораға салып қойдық бордаққа. Сақаудың дәрісімен ектік. Күйі өте арық, жайлай алмай қалған. Қазір жем жеу үйренді. Мына шөптің астында жем бар. Мына тор жабағы көп толып қалмасын деп жаңадан түскен жабағы. Жемнің бетіне осылай шөп салып қоямыз. Бірақ олар ашып ар жағынан жемін жеп алады, содан кейін бар шөбін жейді. Бір жағынан жем үйрету мақсатында осылай істедік. Қазір жемді үйреніп алды, шөпті көпті қарамай тұр. Бұл енді бұйыртса осы қаңтар айының аяғында, я болмаса ақпан айының басында қысыра қайрат малымыз соған қосылады. Болмаса бордақлана береді ары қарата. Оны көреміз, әлі ештеңе шешкен жоқпыз бұл туралы. Мыналардың күйлері осындай өте семірді жабағыларда. Жаман емес. Мынау не күйі осындай қатты жүдек болған. Жайлай алмай қалған, жалғыз қалған ғой далада. Көршілер хабар айтып алып кеттік ауылға. Қораларды сонымен жай-жайдан босайын деп тұр. Осыған бізге де жақсы бұйыртса қысыра қайыруға. Қораның бос тұрған жақсы. Қазір мына бордақыларға көрсетейін. Бұлар да азайды ғой, енді ішінде төртеу болыпты. Бұлар өңкей сол кебекпен тұр. Мына жаққа шөп салып тапты. Өткендегі құнанғы бұларда құпында осылардың қосып қойды, қалың видеода айтқан болатын. Құнанның күйі осындай. Мынау не бордақ. Мынау өткендегі семірмейді деген тай. Бұнда күйі жаман емес қазір. Жаңадан келген көрермендер болса, бұлар тайдан құнан шығарылар. Түсінікті үшін айта кетейін. Бордақта тұрғандарына 2 айдан асты қазір. Осылар ең соңғы салынған. Мынаған шай болып, бірақ бұл шай семірді. Басында да семірмейді. Мынаған 2 ай. Мына жирен қасқа мен көктайға 2 ай болғандар. Олардың да күйлері жаман емес. Қораның іші бұлшып кеткен екен.
осы күнгі қар жаңбырдың бір зияны осындай. Арнаны қолдап жақсы тілектер айтып жатқан көрермендердің барлығына үлкен рахмет. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.